Бұл дұрыс сөйлейік атты бағдарламалар циклы біз интонациялық ерекшеліктер жайлы сөз қозғап жатырмыз, ал бұл жолы іс қағаз стилінің ауызша формасының интонациялық ерекшеліктері жайлы айтсақ. Анар ханым? Самат, енді іс қағаз стилі дегеннен гөрі ресми стиль деп айтайық, өйткені ауызша формада жүзеге асқан кезде бұл жерде енді қағаз мәселесі көтерілмейді ғой, бұл жерде екеуара қарым-қатынас мәселесі туралы айтылады. Іс қағаз стилі өзі басқа стильдерге қарағанда өз кез келген стиль өзінің бір ерекшелігі болады ғой, оқшау тұрады қанша дегенмен де. Басқа стильдің элементтері қолданылғанмен ол стильдің өзіне тән бір ерекше бедер болатынды айтқанбыз өткен бағдарламада. Енді ресми қарым-қатынастың ауызша формасында мынау сол ресми қарым-қатынастың жазба формасына қарағанда біраз еркіндік беріледі. Ол жерде сіз адамды көріп тұрғаннан кейін ол адамға кішкене мынау контакты болу үшін сізбен оның арасында көріп тұрып сөйлейсіз ғой, енді ауызша сөз айтқан кезде. Контакты болу үшін кейде мынандай интонацияның мынау көркем әдебиет стиліндегі, публицистика стиліндегі элементтерін пайдалануға болады. Яғни дауысты ойнатуға болады, кішкене құбылтуға болады. Содан кейін жаңағы түрлі паузаларды пайдалануға болады. Қарқынды пайдаланып, бірде баяулатып дауысыңызды, бірсе жылдамдатып сөйлеуіңізге болады ауызша. Сондай мүмкіндіктер беріледі. Алайда енді ресми қарым-қатынастың ауызша формасының жазбашаға жақын жүзеге асыратын жағдаяттар болып қалады. Мысалы, сізге елбасының бір берілген тапсырмасын қазір ұжымыңыздың алдында оқу керек делік. Ондай кезде сіз жаңағындай ойнақылық деген сияқты интонацияның дауысты құбылтушы құралдарын пайдалана алмайсыз. Сіз ондай кезде, бұндай мәтінді оқыған кезде бір сарындылық принципін ұстанасыз. Мәтіннің құрылымына қарай әртүрлі бөліктері тиісті интонациялық әуенмен оқылады да, дауыс әуезінде құбылғыштық, әсерлілік өте сирек болу керек. Себебі енді іс қағаз стиліндегі мәтіндердің басты мақсаты ол тыңдап отырған адамның жаңағындай мәтіндердің ендігі іс қағазға жақын мәтіндердің басты мақсаты ол тыңдап отырған адамның көңіл күйіне әсер ету, оның эстетикалық талғамын тәрбиелеу, немесе ақпарат жеткізіп, сол арқылы белгілі бір бағасын тудыру емес, оны бір іске жұмылдыру, бір істі орындату ғой, іс қағаз стилінің негізгі мақсаты. Міне сондықтан да осы мақсатына қарай оның интонациясы да ерекшеленеді. Ресми қатынастағы іс қағаз стиліндегі мәтіндердің интонациясына негізінен бір қалыптылық, әуеннің бірте-бірте өзгеруі, ұстамды дауыс сазы, орта немесе баяу қарқын тән болады. Осындай бір текті дауыс суретінде енді бұйрық, ұйғарым, тағы да басқа мәнді білдіріп тұратын тірек сөздерді тауып аласыз да, соған бір ерекше екпін түсіріп айтасыз. Сол кезде сіздің жаңағы қағазыңыздағы берілген тапсырманы жұртшылық жақсы ұғынады. Міне осындай. Бір мысал келтіріп бере аласыз ба? Енді мысал үшін енді қазір қолымыздағы мына бір құжатты оқиық. Мысалы, мен сізге таныстырып жатырмын, Қазақстан Республикасының ғылым туралы заңы, жалпы ережелер, 2-ші тарау, 5-ші бап, ғылыми қызметкердің құқықтары мен міндеттері. Ғылыми қызметкердің 1-ші, өзінің ғылыми және ғылыми техникалық қызмет нәтижелерінің авторы деп танылуына және өнер, табыс пен санаткерлік қызметтің басқа да нәтижелеріне өтінім беруге, сондай-ақ санаткерлік меншігін қорғауға. 2-ші, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес, өзі авторы болып табылатын ғылыми және ғылыми техникалық қызмет нәтижелерін іске асырудан түскен табыстарды алуға. 3-ші, өзінің шығармашылық үлесіне сәйкес сыйақылар, көтермелеу сыйақылар мен жеңілдіктер алуға. Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған өзге де іс-әрекеттерді жүзеге асыруға құқығы бар. Міне, тыңдадыңыз ғой, Самат, осы мәтінде ешқандай да менің дауысым ойнақшып, ешқандай да бір интонациямда ерекше сізді бір эмоцияларыңызды оятатындай реңктер болған жоқ. Тек қана құрғақ ақпарат жеткізу, сол ақпараттың ішіндегі кейбір маңызды сөздерге ғана мен тоқталдыңыз. Иә, ерекшеледім. Жақсы, көп рахмет. Вики білім қоғамдық қоры.
Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.